Қазақстанда металлургтер күні кеңінен атап өтілді. Дәстүр бойынша Қазақмыс холдингі Ұлытау мен Қарағанды облыстарында ауқымды іс-шаралар ұйымдастырды. Кәсіби мерекеге орай үздік қызметкерлер марапат алды. Сонымен қатар металлургтер мен отандық эстрада жұлдыздар арасында футбол матчы өтті. Көптен күткен мереке несімен есте қалды. Тілші материалында. Шығыс жақтан қызылмыс таң кіреді. Бізге келер сарыарқа нәрлері бе. Болашаққа нық қарау үшін өткенді ұмытпау керек деген принциппен мерекені тойлау ең алдымен аңыз адам Қаныш Сәтбаевты еске алып құрмет көрсетуден басталды. Ұлытау облысының әкімі, Қазақмыс топ менеджерлер мен депутаттар және арнайы қонақтар Қазақстан картасында көптеген кен орындарының пайда болуына тікелей әсер еткен геолог ғалым Қаныш Сәтбаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Одан кейін ең үздік қызметкерлерді марапаттау рәсімі өтті. Қазақмыстықтар кәсіби мереке қарсаңында облыс басшылығы мен холдингтің атынан орден төсбелгілер мен алғыс хаттар алды. Барлығы 50-ден астам жезқазғандық марапатталды. Бүгінгі таңда жезқазған және Қаражал металлургтері біздің облыстың ғана емес, тұтастай республика экономикасының өсуіне өз үлесін қосуда. Нағыз еңбек адамдардың бейнесін біз сіздердің бойларыңыздан көреміз. Өндірісте шыңдала жүріп өз мамандықтарыңызға адалдықтарыңызды еселі еңбектеріңізбен көрсете білдіңіздер. Металлургтер кәсіби мерекені жаңа жылға қарағанда асыға күтеді десе де болады. Тек өндіріс қызметкерлері ғана емес, Жезқазған мен Балқаш тұрғындар үшін бұл дәстүрлі мейрамға айналып кеткен. Сондықтан Қазақмыс металлургтер күнін атап өткенде қала тұрғындарының барлық ұсынысын ескеріпті. Осылайша мерекелі бағдарлама жан-жақты болды. Мәселен, қойылымдар мен шеберлік сағаттары, отандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен дәстүрлі гала-концерт ұйымдастырылған. Балалар да мейрамнан тыс қалмады. Бүлдіршіндерге арналған фильмдер көрсетілді. Сонымен қатар отандық эстрада жұлдыздары мен металлургтер арасында футболдан тартысты ойын өтті. Күн сайын жүздеген мың тонна жоғары сапалы мыспен қамтамасыз ететін кәсіпқойлардың құрметіне құттықтаулар мен сыйлықтар көп болды. Ең үздік қызметкерлердің есімі Балқаш мыс қорыту зауытындағы даңқ тақтасына ойылып жазылды. Кәсіпорынның 170 қызметкері басшылықтан құрмет грамоталары мен алғыс хаттар алды. Қазақмыс Сmelting бас директоры Нұрахмет Нұриев өз құттықтауларында атап өткендей, алдағы бірнеше жылда металлургтерді үлкен жұмыс күтіп тұр. Біз қосымша күкірт қышқылы цехын салу бойынша жобаны іске асырып жатырмыз. Ол шығарылатын күкірт қышқылы көлемін арттыруға көмектеседі және қаладағы экологиялық жағдайды жақсартады. Сондай-ақ цехтардағы газ жүретін жүйелерді, шаң жинайтын жабдықтарды жаңғырту жоспарлануда. Осы арқылы жұмыс орындарындағы жағдайды жақсартуға болады деп сенемін. Нұриев атап өткендей, барлық жобаны 2024 жылдың соңына дейін іске асыру жоспарланған. Қазақстанның дамуында металлургия саласының маңызы зор. Сондықтан Қазақмыс та алға қойылған міндеттерді орындау үшін барлық күш-жігерін жұмсауды жалғастырады. Маржан Жұмабай, Жалғас Азғанбаев, Әмір Ибатов, Атамекен бизнес.